Келесі сөз кезегі биология пән мұғалімі Жұмабекова Гүлзат Мәкеновнаға беріледі. Сәлеметсіз бе, құрметті әріптестер. Менің сіздерге ұсынайын деп отырған авторлық бағдарламамның тақырыбы биология әлемінде 7-ші сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 рет, жылына 34 сағат. Бұл бағдарламаның мақсаты биологиялық терминдердің мәнін ашу, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін жайлы терең, жүйелі де тиянақты интеллектуалдық білім беру, зертханалық жұмыстармен пәнге деген қызығушылығын арттыру оқушылардың міндеті. Іздену, зерттеу және өзіндік жұмыстарға бағдарлау, эксперименттік жұмыстар жасай білуге үйрету, өз жұмыстарын қорғап үйрену. Егер де менің бағдарламамның бөлімдеріне келетін болсақ, 4 бөлімге бөлінген. Бірінші бөлімде өсімдіктер экологиясы, одан арғы екінші бөлім Қазақстандағы өсетін дәрілік өсімдіктер және оны қорғау, әрине үшіншісі зертханалық жұмыс, 4-ші бөлім қорытынды бөлім ретінде жасалынды. Енді жұмыс барысына тоқталатын болсақ, бұл жерде мен 2 тақырыпты алып мысал келтіріп отырмын. Мысалы, зертханалық жұмыс кезінде біз не орындаймыз? Мектепте экосақшы тобын жұмысын құрамыз. Оқушылардан әрине олар мектеп ауласындағы, мектеп ішіндегі гүлдерге күтім жасау үшін өздерінің жаңағы еңбекке деген қабілеттілігін, өсімдікке деген қамқорлықтарын білдіреді. Одан кейін биология әлемінде интеллектуалды олимпиадаларын өткізу кейбір тақырыптарда. Ол жерде әрине жасанды интеллектті пайдаланамыз. Ол жерде атап айтатын болсақ, 3D biology, егер тест жұмыстармен жұмыс жасайтын болсақ, learn apps, тек learn apps емес, тағы да көптеген платформалармен жұмыс жасауға болады. Әрине бізде бар виртуалды лаборатория. Ол әрине тегін интернет жүйесі болса, сол арқылы жұмыс жасап, бұл бағдарламамен оқушылардың жалпы зейінін ашуға, биология пәнін тереңдетіп оқуға мүмкіндік береді. Осы бағдарламаны тек қана қала көлемінде емес, бүкіл облыс, республика көлемінде де тарату үшін ұсынып отырмын. Бағдарламамның тақырыбы тағы да қайталап айтып өтіп кетейін: биология әлемінде 7-ші сынып оқушыларына арналған. Назарларыңызға рахмет.